Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен сырный рулет рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен сырымызды 20 минутқа ыстық суға салафанмен салып қоямыз. Бұл аралықта салмасын дайындайтын боламын. Салмасын қалауыңызға қарай әртүрлі етіп дайындауға болады. Мен салат жапырақтары мен қызыл балықты пайдаландым. Салмаларымызды кесіп алдын ала дайындап қоямыз. Қызыл балығымызды мұздатқышта қатып тұрған күйінде алып кесетін болсақ, жақсы кесілетін болады. Сондықтан қызыл балығымызды алдын ала мұздатқышта қатырып алыңыздар. Енді сырымыздың бетіне жағатын творожный сырымызды дайындайтын боламыз. Мен творожный сырды жақпас бұрын алдын ала вилканың көмегімен жұмсартып аламын. Себебі сырымыздың бетіне оңай жағылуы үшін. Жиырма минут өткен соң сырымызды ыстық судан алып, сыртын кептіріп сүртіп алыңыз. Одан соң оқтаудың көмегімен әдемілеп жайып шығамыз. Одан соң дәл видеодағыдай салафанды қайшының көмегімен кесіп шығатын боламыз. Одан соң сырымыздың үстіне жұқалап творожный сырымызды жағып шығамыз. Одан соң салмамызды әдемілеп салып шығамыз.
Салмамыздың барлығын салып шыққан соң, рулеттің формасына келтіріп, орап, тоңазытқышқа кемінде 30 минутқа қойып қоямыз. Бұл рулетті міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып шығады. Басқа да видеоларымды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.